Шубадан, ескі шуба, содан бас киім жасаймыз. Оның ішін ашып, қалталарын көрдіңіз, қалтасын алып тастадық. Енді осының жанынан кесіп алып, бір-біріне біріктіріп, тігіп, сосын мына жерден жалпақтығын 13 сантиметрден алып, өйткені қайырылып тіккеніне кетеді. Бөріктің жаңағы мехін жасаймыз, терісін. Бөрік жасаймыз осыдан. Бірақ енді әдемі бөрік болып шығады. Бұл керемет түсі, құндыз. Енді жақсы, терілері өте жақсы екен. Жұмсақ, жақсы иленген, өте керемет, сапасы керемет екен. Қалтасын кесіп алдық. Өйткені қалтасын кішкене желініп кеткен екен. Енді осыны біріктіріп тігіп тастаймыз. Енді қолмен тігуге тура келеді. Машинкам жоқ ондай. Жетінен бастап жіңішке енемен тіксеңіз тез тігіледі. Осылай бір-біріне біріктіріп тігіп тастаймыз. Мен өзіме осындай оймақ тігіп алдым, өйткені бұл теріден жасалған қалың. Енемен тіккен кезде өте ыңғайлы. Мына тері қатты ғой, ене кіргенге өте қатты. Ене қолыңызға кірмейді. Соны осындай оймақпен, темір оймақ қолда тұрмай қалады, құлап кете береді. Мынау құламай тұра береді. Өстіп тіге береміз. Қарасаңыздар, мына жақты енді мына сияқты қылып, кішкене мен ұзартып, жоқ қылып жібердім. Мына жерде бір түйіп шығып тұр. Енді осыны қайтадан сөгіп жүріп, кішкене былай ұзартамын. Сонда осылай әдемі болып кетеді. Қазір аударып көреміз, қараңыздар. Білмей қалды. Көрмей қалды. Мына жеркіне бір түйіп тұр, мына жағы білмейді. Енді сол бір түйгенді жөндеу керек. Мынаны алып, кішкене мына жерге созамыз. Осылай шұқып. Қазір мынаны сөгіп жүрейін. Бір түйген жерін алып тастадық. Қараңыздар. Әдемі болып шыға келді. Болды, енді осыны шапкаға қолдана беруге болады. Тағы бір әдіс, мына жерлерін енемен былай тарап жүру керек. Сол кезде анау білмей қалады, тігілген жер. Білінбей қалды тігілген жер. Бізге мына жағы керек жоқ, бүйтіп кесіп ала саламыз. Қолдар. Әдемі болып шықты. Үстің шықты.
жағасын кесіп алып тастаймыз. Мына стерлеген ғой, мына жерінің бәрі су болып кеткен. Кішкене қатты болып тұр. Тұзданып. Міне, құрметті көрермендер, терімізді кесіп, 13 сантиметр қылып алып жатырмыз. Бітірдік. Ал енді қалай тігу керек екенін, қалай бір-біріне жалғастырып, бөрікті қайырылады. Енді осыны кесіп аламыз. Аяғына дейін. Оны басқа алдыңғы бөріктер туралы видеомнан көрулеріңізге болады. Ал енді жақсы сау болыңыздар, аман есен болыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын. Алдыңғы жағынан 2 шықты, енді артқы жағының ортасынан 2 шығады екен. Прямо қосқан кезде.